Сәлеметсіздер ме, құрметті менің Бикеш белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап мамыр айына астрологиялық жұлдызнама жасағым келіп отыр. Ең бірінші тоқталатын мәселе бұл сіздердің асцендент белгілеріңіз. Міндетті түрде осы менің жұлдызнамамды қараған кезде асцендент белгілеріңізді де бірге қараңыздар. Өйткені 30 жастан кейін көбінесе асцендент белгісі бойынша тура келіп жатады. Егер өздеріңіздің асцендент белгілеріңізді білмесеңіздер, астында Instagram, Telegram каналдарыма ссылка бар. Сол ссылка бойынша маған жазсаңыздар, мен сіздерге анықтап беретін боламын. Жалпы Telegram каналда бізде сұрақ-жауап форматы бар. Түсінбеген нәрселеріңізді сұрап, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Және де көп адамдар айтып жатыр, осы жұлдызнаманы түсінбеймін деген сияқты. Сол үшін мен осы жылы бір марафон жасасам ба деп отырмын. Жалпы сіздерге түсіндіру мақсатында астрологияға қызығатын адамдар болса, Telegram каналыма тіркеліп алыңыздар. Сол жерде көп ақпарат беретін боламын. Жалпы өзімнің марафоным туралы да сол жерде ақпарат болады алдыңғы уақытта бұйырса. Және де каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Енді 1 мамыр күні бізде Марс планетасы энергияға, активностьқа, жаңағы адамның іс-әрекетіне, қимыл қозғалысына жауап беретін планета сіздердің 8-ші секторларыңызға кіреді. Жалпы Марс планетасының 2-ші домы деп айтсақ болады, осы 8-ші домдышы. Бұл жерде ол өзін өте керемет сезінеді. Және де осы кезде адамның жаңағы қараңғы жақтары шығуы мүмкін. Егер Марстың аспекті сіздердің карталарыңызда жаңағыдай бір напряженный, сондай бір аспекттары бар болатын болса, сіздердің жаңағы қараңғы жақтарыңыз шығуы мүмкін. Темные желания дейді ғой, темные желанияларыңыз шығуы мүмкін осы кезде. Және де сондай бір рискқа барғыңыз келіп тұруы мүмкін. Кейбір адамдар осы кезде жаңағы құмар ойындарға әуестеніп кетеді, жаңағыдай ақша салу бір жерге, сондай ойындарға құмарланып кетуі мүмкін. Одан кейін осы кезде адам тез жаңағыдай бір төбелес деген нәрселерге әуес болып тұрады. Одан кейін адамның сексуалдық жағы өте көтеріледі, сексуалдық потенциясы осы кезде көтеріледі. Одан кейін адам осы кезде психологиялық тұрғыдан өзін ұстай алмай қалуы мүмкін. Осы кезде адам қарыздарға кіріп кетуі мүмкін және қарыз алуы мүмкін. Сондықтан осы кезде барынша абай болыңыздар. Марстың энергиясы өте импульсивный. Одан кейін бір күні бізде Плутон планетасы мен Венера планетасы арасында, екеуінің арасында напряженный аспект болады. Бұл сіздердің 6-шы, 9-шы секторларыңызды әрекеттестіретін болады. Сіздің жұмысыңызда қандай да қысым болуы мүмкін жеке басыңызға. Одан кейін бағанағы Марстың энергиясы бар. Сол арқылы сіздер осы кезде бір дұрыс емес адаммен танысуыңыз мүмкін. Яғни бір сомнительный, темный адаммен танысуыңыз мүмкін. Сондықтан осы кезде біреумен танысып жатсаңыздар, өте абай болу керек. Міндетті түрде ол адамды зерттеп алуға тырысыңыздар. 8-і күні бізде торпақ белгісінде жаңадан ай туатын болады. Жаңа ай туған кезде мен айтамын, жаңа энергия. Адам бір өзін керемет сезінеді, энергичный сезінеді адам осы кезде. Бұл жаңа ай сіздердің 9-ші секторларыңызда туатын болады. Жалпы айдың фазасының 4 кезеңі бар. Осы жаңа ай туылған кезде бұл 1-ші кезең деп аталады. Сондықтан осы торпақ белгісінде болып жатқандықтан осы кезде жаңағы шаруашылық, ауыл шаруашылығына өте керемет кезең. Бау-бақша егу, егін егу деген сияқты жермен байланысты жұмыстарда өте керемет. Осы кезде жер сатып алатын адамдар болса, өте керемет бағамен ұтымды жерлер табуыңыз мүмкін өзіңізге. Адамда әртүрлі ситуация, кейбір адамда жаңағы сот жұмыстары басталуы мүмкін, кейбір адамдар өзінің рухани дамуына көбірек көңіл бөлуі мүмкін, кейбір адамдар дінге келуі мүмкін. Сол сияқты жағдайлар бұл кезде болуы әбден мүмкін. Одан кейін 14 күні Уран планетасы мен Күн планетасының арасында қосылыс болады. Бұл сіздердің 9-ші секторларыңызда болады. Енді Уран планетасы бұл прогрестің планетасы. Өте тез болатын өзгерістер, сондай ойда жоқта болатын өзгерістерге жауап береді. Сондықтан бұл жерде резко сіздің
көзқарасыңыз өзгеруі мүмкін, горизонтыңыз ашылуы мүмкін, яғни сіздің қандай да бір мәселеде көзқарасыңыз ашылуы мүмкін, ойыңыз өзгеруі мүмкін. Резко осы кезде сіздер саяхаттап кетуіңіз мүмкін, басқа мемлекетке саяхатқа шығуыңыз мүмкін, немесе сіздің үлкен балаларыңыз болса, соларға баруыңыз мүмкін. Кейбір адамдар осы кезде дінге келуі мүмкін. Одан кейін 15 күні Меркурий планетасы да 9-шы секторларыңызға кіретін болады. Жалпы сіздер үшін осы айда 9-шы сектор мен 8-ші сектор өте маңызды болады. Енді 9-шы сектор бойынша сіздер қандай да бір құжаттар дайындауыңыз мүмкін, визаға тапсыруы мүмкін. Кейбір адамдар көп сөйлесуі мүмкін, жаңағыдай бір рухани өте білімі көп адаммен сөйлесуіңіз мүмкін. Ол деген жаңағы дін қызметкері болуы мүмкін, немесе бір наставник болуы мүмкін, әртүрлі адам болуы мүмкін. Жалпы сіз тыңдайтын, өзіңізге мұғалім ретінде көретін сондай адаммен көп сөйлесулер болуы мүмкін. Жаңағы разговоры по душам дейді ғой, по душам бір адаммен сөйлесуіңіз мүмкін. Одан кейін 18 күні бізде Марс планетасы мен солтүстік ай түйіні сіздердің 8-ші секторларыңызда қосылатын болады. Солтүстік ай түйінін айтып жүрмін, бұл адамның өсу, даму векторы, адамның предназначениесі, осы өмірдегі жүретін жолы, осы өмірдегі алатын опыттары, осы өмірде алатын тәжірибелері. Енді бұл екеуінің қосылысы кезінде сіздер өзіңіздің жаңа қараңғы жақтарыңызды, темный, негативный жақтарыңызды табуыңыз мүмкін. Сіздің осы күнге дейін проблемаңыз не екенін табуыңыз мүмкін. Обнаружить свою проблему. Өзіңіздің минустарыңыз, жаңағы проблемаларыңыз жақта қандай, соны тарқатумен айналысуыңыз мүмкін осы кезде. Одан кейін сіз өзіңіздің жолыңызды табуыңыз мүмкін, яғни предназначениеңізді сол бойынша өзіңізді жүзеге асыруға тырысатын боласыз осы кезде. 20 күні күн планетасы егіздер белгісіне кіреді, яғни егіздер белгісінің энергиясы өте жоғары болады. Осы кезде көп адамдармен сөйлесе бастайсыздар, жұмысқа байланысты сөйлесуіңіз мүмкін. Кейбір адамдар бизнес бастағалы жүрсе, ондай адамдар бизнес жайында көп ақпарат жинауы мүмкін. Осы кезде өзінің бизнесі бойынша кейбір адамдар ИП ашып жатады, кейбір адамдар ТО ашып жатады. Сол бойынша мемлекеттік инстанцияларға жүгінуіңіз мүмкін. Кейбір адамдарда карьералық жоғарылау болуы мүмкін, мансабының жоғарылауы болуы мүмкін. Одан кейін 22 күні күн планетасы Плутон планетасы мен тригон аспектында болады. Тригон деген бұл өте гармоничный аспект. Енді бұл сіздердің 10-шы және 6-шы секторларыңызды әрекетке түсіреді. Бұл жерде сіздерде жаңа айтқанымдай, сіздердің карьераңызда, жұмысыңызда қандай да бір өзгерістер болуы мүмкін. Жұмысыңызда жақсы бір жаңалық болуы мүмкін, немесе жұмысыңызды ретке келтіресіз. Жұмыс іздеген адамдар осы кезде өзінің ойындағы жұмысын табуы мүмкін. Одан кейін 20 күні Венера мен Юпитер планетасы сіздердің 9-шы секторларыңызда қосылатын болады. Екеуі де өте позитивный планет. Бұлардың қосылысы сіздерге тек жақсы жағынан әсер етеді. Яғни өзіңіздің рухани өсуіңіз, басқаларға көмектесуіңіз осы кезде өзіңіздің өмірдегі мақсатыңызды табуыңызға көмектеседі бұл аспект. Ал кейбір адамдар осы кезде өзіне бір наставник табуы мүмкін, немесе сіз басқа адамға бір нәрсе үйретуіңіз мүмкін, өзіңіздің біліміңізбен бөлісуіңіз мүмкін. Осы 23 күні ай толатын болады. Ай сіздердің 4-ші секторларыңызда толады. Ай толған кезде айтыме бір кульминация, бір қорытынды жасайды адам. Бұл айдың фазасының 4-ші кезеңіне жатады. Сондықтан бұл кезде жаңадан бір іс бастамайды. Көбінесе адамдар өзінің ойлаған ойларының кульминациясына келеді. Енді бұл 4-ші домда болғандықтан сіздің жан дүниеңіз, ішкі состояниеңіз, осы кезде сіз өзіңіздің жаңағы туған жеріңізге баруыңыз мүмкін. Өзіңіздің туған ата-анаңыз, балаларыңызға байланысты қандай да бір шешімдер жасауыңыз мүмкін. Жалпы сіздің тұратын жеріңіз, тұрғылықты жеріңіз, туған жеріңізге байланысты қандай да бір шешімдер болуы мүмкін. Өзіңіздің баспанаңызды өзгертуіңіз мүмкін, басқа жерге көшу деген сияқты мәселелер болуы мүмкін. Кейбір адамдар тұрмыс құрып, үйленіп жатқан болса, сіздер бөлек шығуыңыз мүмкін осы кезде. Сондай бір шешімдер болуы мүмкін. Енді әр адамда әртүрлі ситуация болады. 26 күні Юпитер планетасы өзінің белгісін ауыстыратын болады. Юпитер бір белгіде бір жылға дейін болады. Ол алдыңғы жылдан бері торпақ белгісінде болды. Енді келесі жылға дейін ол егіздер белгісінде болады. Осы 5-ші айға дейін. Және ол сіздердің 10-шы секторларыңызда болады. Яғни сіздердің 10-шы сектор деген бұл гороскоптағы ең биік нүктелердің бірі. Яғни сіздердің карьераңызда, мақсаттарыңызда
қандай да бір өзгерістер болады, статусыңызда өзгерістер болады. Көбінесе Юпитер 10-шы секторда тұрғанда немесе 7-ші секторда тұрса, адамдар үйленіп жатады, тұрмыс құрып жатады. Сондықтан осындай ситуация болуы мүмкін. 10-шы секторда осы егіздер белгісі болғандықтан бұл жерде көптеген қарым-қатынас болу керек сіздерде. Басқа адамдармен көбірек араласыңыздар, таныс адамдардың базасын үлкейтіңіздер. Өйткені сіздің карьераңыздағы өзгерістер, жаңағы расширениялар сол адамдар арқылы болады, адамдармен көбірек араласу арқылы болады. Одан кейін 26 мамыр күні Марс планетасы тұтылулар болған нүктеден градустан өтетін болады. Естеріңізде болса, алдыңғы сәуір айының 9 күні тоқты белгісінің 20 градусында күннің тұтылуы болды. Сіздердің 8-ші секторларыңызда болған. Яғни осы нүктеден градустан өтіп, Марс планетасы 8-ші секторды активировать ететін болады. Яғни сіздер өздеріңіз білмеген ішкі потенциалдарыңызды қосатын боласыз. Өздеріңіздің ішкі қандай да бір өзіңіз білмеген, өзгелер білмеген травмаларыңыз болса, солармен жұмыс жасайтын боласыздар. Өзіңіздің психологиялық жағдайыңызға терең үңілетін боласыздар. Кейбір адамдарда психологиялық травмалар болуы мүмкін, сол травмалармен жұмыс жасауы мүмкін. Әр адамда әртүрлі. Бала кезінде қалып кеткен травмалар болуы мүмкін. Осы кезге дейін кедергі келтіріп жүрген мүмкін, сондай травмаларыңызбен жұмыс жасайтын боласыздар. Кейбір адамдар өзінің қарызынан құтылуы мүмкін 8-ші сектор бойынша. Кейбір адамдар банкке жүгінуі мүмкін, кейбір адамдар ипотека алу, инвестиция жасауы мүмкін. Сондай бір ситуациялар болуы мүмкін. Бұл 8-ші сектор адамның партнерлары деп айтамыз. Сондықтан сіздің партнерларыңыздың өмірінде қандай да бір өзгерістер болуы мүмкін. Енді әр адамда әртүрлі ситуация болады. Міне достар, сіздерге арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.